Hayırlı күн оқушылар, қалайсыздар? Білім инновация лицейінің емтиханын қалай тапсырдыңыздар? Сіздерге қазір мен үйрететін есем ол биыл емтихан 2023 жылғы бірінші турында кездескен есептер. Сізге ұсынатын бірінші есем осындай. Сіздерде емтиханда осындай кесте берген болатын. X, Y, Z 1, 2, 3, 4 рем цифрын жазған, ортасына әртүрлі цифрлар берілген. Және сұрақ біріншісінде, егер X-тің мәні 6 болса, Y нешеге тең? Екінші сұрақ, егер Z 97 болса, X-тің мәні нешеге тең? Сіз осы есепті шығара алдыңыз ба? Шықса, қанша деп белгіледіңіз? Төменге пікірге қалдырыңыз. Енді бірге шығарып көрейік. Мен мына жерде мынандай байланыс көріп тұрмын. Бірінші санның квадраты, одан шегеремін 1-ді, сол кезде екінші сан шығады. Yani y деген не ол? Y дегеніміз ол x-ның квадратынан шегереміз 1-ді. Тексеріп көрейік. Әр сан үшін тексеріп көрейікші. Y тең болады 1-дің квадраты минус 1, 1 минус 1 тең 0. Міне y шықты. Y тең болады 2-ның квадраты минус 1, 4 минус 1 тең 3. 3 шықты. Y тең болады 3-дің квадраты минус 1, 9 минус 1 тең 8. 8 шықты. Төртінші сан. Y тең болады 5-дің квадраты минус 1, 5-дің квадраты 25, азайтуға 24 болады. Міне 24 шықты. Ал енді осы жерде мен x орнына 6-ны қойып шығарып көрейін. Y тең болады 6-ның квадраты азайту 1, 36 азайту 1 тең болады 35. Егер менде x-ім 6 болса, онда y-тің мәні 35 болады екен. Менің бірінші есебім шықты. 35. Ал енді екінші байланысты көрейік. Z формасы мен мынаны байқап тұрмын. 1-ді квадраттайым, 1-ге 0 толсам 1 шығады. 2-ні квадраттайым, 4, 4-ге 3 толсам 7. 3-ті квадраттайым, 9, 9-ға 8 толсам 17. Бұл жерде мен Z формасы жасасам болады, ол x-тің квадраты қосылған y. Яғни Z тең болады 1-дің квадраты қосылған 0. 1 қосылған 0 болады 1. 1 қойған кезде 1 шықты. Екінші, Z тең болады 2-ның квадраты қосылған 3. 4 қосылған 3 тең 7. 7 шықты. Үшінші, Z тең болады 3-дің квадраты қосылған 8. 3-дің квадраты 9, 9 қосылған 8 болады 17. 17 шықты. Төртінші сан, Z тең болады 5-дің квадраты қосылған 24. 5-дің квадраты 25, 25 қосылған 24 болады 49 шықты. Ал енді мен өзімнің есебіме оралайын. Z менде 97-ге тең. Ал Z-дің формуласы x квадрат қосылған y. Ал y дегеніміз не? Ол x квадрат минус 1. Яғни Z тең болады x квадрат қосылған деймізде y орнына осы өрнекті көшіріп жазамыз. X квадрат азайту 1 деп. Енді мен Z орнына санын қоямын. 97 деген 97 тең болады. X квадратқа x квадрат қосаңыз 2x квадрат болады. Азайту 1. Минус 1 теңдіктің сол жағына кетіп, плюс 1 болып, сонда 97 қосылған 1 тең болады 2x квадрат. 97-ге 1 қосақ 98. 98 тең 2x квадрат. Бәрінде 2-ге бөліп жүрем, сонда 49 тең x квадрат. Яғни бір санның квадраты 49-ға тең. Ол қандай санның квадраты? X-ның өзін тапсақ, x сонда 7 деген сан. Яғни 7-дің квадраты 49. Яғни қараңыздаршы, балдар, біз осы есебі арқылы x-тің 7 екенін білдік, және дұрыс жауапты таптық. 35 және 7 деген сандар екен. Мына жерде кестені толықтырайын тағы да. Орындарына өздерінің санын жазып көрсетейін сізге. Яғни бізде бірінші есепте 6-ны қойдық. 6. Ал екінші сан не ол? Осының квадратынан 1 десем. 6-ның квадраты 36, 1 десем 35. Z сұрап тұрған, мына Z-ті көрсетейін. 6-ның квадраты 36, оған қосқан 35-ті 71 болады. Келесі, біз жағы x таптық 7 екен. Мына жері 7-ні қойын. 7-ның квадраты 49, 49-дан 1 десеңіз 48. Ал Z-ті тауып үшін сіз x-тің квадратына қосасыз y-ті. 49-ға 48 болса, сізде 97 болады. Яғни бізде барлық кесе толық орындалды. Біріншісінде y сұрапты ол 35, екіншісі x сұрапты ол 7. Біріншісі x ол 6,
екіншісі Z97. Мына қалған бөліктерді біз есептің формуласы арқылы шығара алдық. Мен бұл есепті шығара алды деп ойлаймын. Бұлай шығару міндетті емес. Егер түсініп тұрсаңыз сан квадратына шегереміз бірді, одан кейін квадратына келесі санды қоссам, үшінші сан шығатынын түсініп тұрсам, тез шығарып тастай беруге болады. Бұл шығара алмаған балдарға, осы есепте қиналған балдарға егжей-тегжейлі толығырақ түсіндірілген болады. Біздің КТЛ интенсив курсында да осылай әр есеп, ол қиын болсын, оңай болсын, толықтай түсіндіріледі. Алда 5 мамыр күні бұйырса емтихан нәтижесі шығады. Емтиханның күндері өзгерді. Енді емтихан 7 мамыр емес, 14 мамыр болады. Ол дегеніміз сізге берілген үлкен мүмкіндік. 5 мамыр күні қорытынды шықты, сіз өттіңіз десе, 14 мамырға дейін сізде 9 күндей уақыт бар. 9 күнде біздің курсты бірнеше айтара көшіріп жазып үйреніп алсаңыз болады. Дәл қазір бізде КТЛ интенсив курсында 8 нұсқа. Егер сіз бірінші жылдан өтсеңіз, мен сізді құттықтаймын. Бірақ бірінші жылдан өтті деген сөз ол мектепке әлі түсті деген сөз емес. Себебі 100 ғана оқушы екінші турға өтсе, ол 100 оқушы бірінші турдан өткен ең мықты, ең дарынды балалар деген сөз. Сол дарынды балалар емес қазір бәсекеге түсесіз. Енді сол 100 баланың ішінде өзіңіздің дарынды екеніңізді, мықты екеніңізді, сол мектепке лайық екеніңізді дәлелдеуге тура келіп. Ол үшін дайындық 2 есе күшті болу керек. Сізге сенемін, дайындалыңыз, бұйырса екінші турдан да өтіп кетіп, сол мектептен оқушы атаныңыз.